Менің шыдамым бітті. Мына машинаны болды, басқа жөндей алмайм. Қалаға барам дегенше уже мынадан дейтін балоны ғана қалатын сияқты ғой, ё-моё. Жақын жерде уже механик бар ма екен? Тұрайыншы мына жерден. Қарғыс атқырына драндулетін яптықты. Такси, тоқта, кім бар, көмектесін, тоқтаңдар. Ешкім тоқтамайды, әке. Мына жақтарда біреулердің үйлері бар екен, ауыл ма, ауылдық жер ма, бірдеңке ғой дейме. Осы жақтарды қазір барып аралап көрейінші. Ё-моё, есек қала тұр драндулет, ё-моё, балон жарылады, бірде бензин тесіледі, бірде бак тесіледі, яптықты. Қазір мына жақтардың бәрі көріп қайтайыншы, ё-моё. Мына жақта бері тоқтай ма екен, тоқтамай ма екен, ё-моё, кішкене бір көмектесетін ешкім жоқ. Тоқта. Хотя бы сен тоқтайтын шығарсың, тоқташы бауырым, тоқташы. Ойбай, ема сәл тойландырып жіберді ғой. Балам, саған көмегің керек па? Жадам не алды, ашулысың ғой. Ата, қалай саламатсыз ба? Ой, короче, анау жақта мен дейтін машинам бозылып қалып, ешкім көмектеспей жатыр енді. Соға жақын арада бір механик жоқ па екен, соны іздеп жүрген ғой осы маңнан. Ой, өзі механик болған жүрші шығарсын, мен деген кезінде деген білесің ба? Мен деген кезінде эсточик болған ғой, сон жүр кетік ал. Саған көрсетейін қазір. Ой, жақсы болды ғой ата. Мен ата осы машина. Қазір. Так, мен кезінде деген военныйда жұмыс істеген құрсын деген. Так, ой, бұл машина деген болмайды. Екі балон жарылып ана жолда дейтін шеге кіріп кеткен ба, бірдеңе кіріп кеткен, короче, анау жақта бір шеге тастап кетті, бірдеңе жолға, короче. Соны жаңа алып әйтеуір. Багы тесілген ба, в общем дейтін проблемасы көп, мына машинаны ауыстыру керек қой, бірдеңе істеу керек қой. Бала, мен сен қаяққа кетіп батсың, сен жолы жолда алыс жерге кетіп батырған сияқты. Алыс, анау жақта қалаға бару керек, анау алыста, ойбай, оған жетем дегенше бұл дейтін машина жоғып кетеді шығар дейтін барам дегенше. Ата, в общем, бір демалып алатын жер жоқ па, жақын жерде енді мына машинада ұйықтау дейтін енді неудобно шығар, енді таңертең механик іздейтін. Әрине бар, балам, жүре қой құрсын. Қазір үйде деген әжең бар, сол деген шай қойып бір жақсылап етіп жібереді ғой. Жақсы болды ғой. Ата, мына машинаны ешкім теспей ме? Мына жақта оро-поро дейтіндер жоқ па екен? Жоқ, аяқтың бәрі деген 5 саусақтай танимын құрсын ойымдама балам. Болды ғой, жақсы болды ғой, жақсы болды, кеттік қала. Балам, қарам, неқта деген покрышкалары бар, ема, ертең деген салып берер, коллегалар деген бар, енді балдарын деген. Как раз жақсы болды ғой, ата. Ё-моё, сенде өзіңіз негізі механиктің дедіңіз ба, жаңа не дедіңіз, аяқта дейтін машина жөндейтін бірдеңелеріңіз бар ма? Қаршы, мен деген мына жүрмейтін машина деген жөндеп қойған ойында деген таңғалшы сен деген. Ё-моё, жүрмейтін машина болғанда қалай сонда баллондары қисайып кәдімгі шеріп жатыр ғой, ата, свалкадан тауып алғансыз ба, қайдан тауып алғансыз машинаны? Ой, балам, қарашы сен де ойымдама, міне бүйтіп аласың да бана деп айдай бересің бұл деген. Ё-моё, нақлақ болды ғой. Кіміңіз бұл? Ол ішіп алған ба бір нәрсе бар ғой, мынау деген. Мынау танымаймын ғой, ё-моё. Жақсы балам, мән бермей-ақ қой. Жүр, анақ жүр енді сойы қары демалсын, пока что үйде деген білесің көріп соңсырдан кішкентай екенін. Іші деген жылы, өте жылы. Қазір деймін саған бір шай ма, бір нәрсе әкеліп берген анақта жүретір жарай ма? Болды, ата маған осы қорада жетеді, негізі іші дейтін андай бір матрас бірдеңе төсеп берсеңіз де болады ғой. Так, мына жақта дейді, өрмекшілер жоқ па екен? Мен өрмекшілерде өте қатты қорқамын ба, бірдеңке осы. Не дейді, ана арахтрофобия дей ма, не дейді? Осындай қораларда өрмекшілер толып жататын еді ғой, ё-мо. Не бәле? Ата, шынымен механик сияқты ғой, или фермер ма, қалай қылайын? Бірдеңелер асып қоятын бірдеңелер бар екен мына жақта дейтін. Так, тележкаларына фермер ма, қалай қылайын ата? 24/7 дейтін, бір магазиндерге бір фруктылар ма, бірдеңелер жіберетін сияқты ғой, түсінікті. Ата да келеді как раз. Қалай жатам? Қазір деген жүре ғой, анақта деген жота деген проблема отырған сияқты бар ғой, қазір деген сондай шешпеш маған деген түсінбей атым, сен жассыңдар ғой, кішкене көзім көрмейді деген сияқты. Болды, ата, как раз фонарик бар ғой бізде дейтін, қандай проблема, түн жарымда дейтін, түрлі бәле болады. Сен деген осы жерде осы ары қарап тұра бер, ема, қазір деген келем мен деген. Так, қазір ары қарап тұра бер. Болды, ары қарап тұра берем ғой. Мен соған мына жақтың табиғатына, анан қара, ана жерде дейтін үлкен көл ма, бірдеңке бар сияқты. Арқам, көтім-ай. Ойбай. Мен қайдам? Мұны қандай жерей? Қораның ба, сарайдың баса шығарып тұғама мен? Ё-моё, атау, қайдасы атау? Ё-моё, қайда шығып кеткен мен дейтін масқара? Қай жер? Мен ана жақтан қалай түсем мен? Ойбай, масқара. Қай жақтан түсем болды екен? Ё-моё, ана жерден қазір қалып түсем. Ата?
Спайдерменсіз ба неме беле? Сондай ок кешеден кино карап едік барып попкорн мен үйреніп алғам го. Сен деги өтірік мені деги алдама. Сен документің бәр деген менің қолымда. Енді сен деген бұл ауылда деген қаша алмайсың, түсіндің бе? Қашам деп те ойлама, түсіндің бе? Сен деген маған деген жұмыс істейтін боласың. Не дейді? Ей, ата, мен паспортым қайда? Ё-моё, не оққати? Мен қайдам не? Ё-моё, мына қай ауыл, ё-моё, айда ағаштардың арасы ма, қалай мына ферма ма, біреудің ранчосы ма? Ата, мен қалай түсем, ата? Қай жақтан түсем мен? Түш қыз, түс, қорба, ұстап алам. Точно ұстап аласыз ба? Ұстап алам. Ал, ұстап ал. Ой, үстіме қойсын, Баспен қадалдым ғой, Менің паспортым болмаса мен қалаға кіргізбейді ғой. Менің машинам қайықта. Жолдың арасынан тұрмын екен. Жүгір. Қаш. Мен деген адам мен деген. 1, 2, 3. Айтың сен бұл жерден қаша алмайсың деп. Ё-моё. Ата, жіберіңізші өтініш. Мен ана жақта дейтін бала шағам. Үйленбеген екен ғой. Ата, өтініш жібере салыңызшы, мен жұмыстарым бар еді ана жақта дейтін. Қалаға срочно баруым керек мен дейтін. Шаршап тұрмын. Бізде де жұмыс бар. Сен мен жұмысымсың, жүр кеттік ал. Неғытын бәріне, короче, мынан бәрін деген андай бір дерзкі ұшып тұратын үй қыласың, онdan көріпсің ба ана жаман үйді? Мынау ма? Бағанағы мен тұрған. Осы үйді, короче, айтқанда өзінің ақшаңа деген бұл үйді деген андай ұшып тұратын қыласың ба, бір нәрсе қыласың ғой, ағатау деген мен сені өлтірем білесің ғой. Ұшып тұратын үй дейтін, бұл әлемде тоқы болса қайда ұшып тұратын үй, ё-моё. Ата, қумаңшы мен дейтін, срочно үйде бұл жақтан қашуым керек, ё-моё. Белімде как жаман ауыр. Мындай келем, ондай тонамайды. Сен не мысықсың ба, не мынау вообще бар ғой? Мен мысық емес, мен адам мен. Просто сондай болып қалған мен болды, ата, жібере салыңызшы, өтініш керек емес. Давай, ата, бедек, давай, келсек. В общем, қазір дейтін бар емес па? Екеуміз қол күресеміз, кім жеңеді? Соның айтқаны болады, давай ма? Давай, кетік, бол. Дайынсың ба, ата? Бір жерінде айыр жіберейін. Давай. Мен кезінде военный болғам саған. Көрдің ба, осы ойнау керек қой. Мен одан слабыйсыңдар жас. Ё-моё, мүмкін емес. Ата, қайттан көрейік. Жақсы, мынау мен фермамдағы бұзып отырған есе бергеші. Күні фермасын бұзып отырған білесің ба? Қаш кету керек, ата басқа бірімен әуре отырғанда. Мандай кел. Шпап келме атам қазір. 1, 2, 3. Ой, надоел уже на шокерін дейтін. Тоғырып отыр, мен бұл жіберші ата. Жүр ал күресеміз ал. Күресе ма? Қайттан күрес? Смысле қайттан? Опа, кейбам. Қалай кеп алдыңыз, ё-моё, ана жақта тұрып едіңіз ғой. Жақсы, ата, мен кеттім барып дейтін, жаңағы вишня ма, не дейді, бірдеңелер теріп тастаймын мен ана жақта. Не дейтін ау? Жақсы. Точно ма, тере берейін ба? Болды, тере берейін, бірақ маған себет. Тоқтана, помидор ма? Помидорлар екен ғой. Түсінікті. Так, қазір дейтін, осыларды бет тере берейкен. Опа, жерге қарай лақтыра берем, кейін дейтін, бәрін дейтін етіп аламыз ғой. Так, опа, так, все, мыналар әлі піспеген ғой, ата. Піспеген, жақсы, онда саған деген басқа жұмыс берейін, мынау деген что-то піспеген ба, не, точно піспеген ба? Точно піспеген, ата, точно, ана же көп көмбек болып тұр кәдімгі анашы. Ана жерде дейтін, бәрі әрі сап-сары болып тұр ма, бірдеңке үшін басқа жұмыс бере салыңыз, ата, енді маған. Жақсы, ойбай. Ой, ата, елесін көтере алмайтын, ата. Бір күн дейтін сол, ата, бір күн дейтін сол, құлап өліп қалатын сияқтысыз ба, бірдеңе сияқты, бір ғой что-то. Бірақ сіз өлмейтін сияқтысыз ғой, по-любому. Жақсы, ата, басқа жұмысқа барайық. Мен нешеде екенімді білесің ба? 80-де ғой деймін, примерно, жо, 150-ден мен деген. 50? 150. 150? 150. Білем, болды. Алжығансыз ғой енді, ата. Ана жақта біреулер істеп жатыр екен. Ей, бас поляны басқан несі?
Мен бул жерге дрифтовать эткен жакшы көрөм, орусун мен айттым го, бирок форсаж адамно деп көрсөм, менен калган заттар давай бала. Сонда мына жерге мен дейтін не екем сонда мен? Картошка алгем ба не екем, ё-моё. Тастап кете салғаныз бір кішкене бір коробка ма бірдеңе алып келіп бере ма десем бірдеңе еген. Келдим. Ана Ойбай! келдим. Байқасаңыз шат ана жақта дейді адамдар ашуланып отыр ғой. Так не алып келдіңіз ата? Не бол? Не бол бұның ішінде не бар? Ішінде саған керекті заттардың бәрі бар ғой, короче айтканда материал анау мынау өзің білесің. Бере салыңыз, алып кел. Оппана, оп. Ой, мана болды. Ойбай. Ой, бір құлақ қала беріс. Жақсы ата болды, осында еге берем ғой, я. Так мына жақта бәрі егіп жатыр. Сөп, қазір дейтін бәрін еге берем. Так мына жерлерде егілмеген жақта, так бәрін егіп тастайын. Ой-ой, атаға бәрі бір ма сонда адамдарды қағып отыр ма, не істеп отыр, ё-моё. Мына бір егін шашап жасадың ба? Жасап жатырмын ата, мен егіп жатырмын, бәрін егіп жатырмын. Мынау деген біріншісі не ғой, ана жақта тағы бар, және деген ана жақта деген тағы бар, ана жақта тағы бар. Болды, ата барып, смело жүре берсеңізші, өзім қазір мыналардың бәрін егіп тастаймын ғой, я. Ё-моё. Саған сендім ау. Болды, маған сене беріңіз, смело ата, не беріңізде қарасаңызшы. Общем, мынаң бәрі мен шатты. Ата қазір жоқ кезде тыныш қана достар осы жерден дейтін қоян суретін салып кету керек, бірдеңе істеу керек достар, бізге срочно маған осы жерге қоян суретін салып кету керек. Ата бірдеңе қашып кетуге болмайды. Что-то мен сендер де бір ана атаның құлдықтарында жүрген сендер де соласыңдар ма? Ойбай, мынаң өз ата екен ғой. Без обида. Так мына жақтан бірдеңе сызып өту керек. В общем, бүйтейік. Қазір атаны шақырып алайық. Мына біздің келмей жатыр, ё-моё. Не болды саған? Ұйықташы жерде, жатшы. Так, короче, бүйту керек, бізге срочно бар емес, атаны шақырып алу керек. Потом дейтін, бірдеңе чихария барып тұрып дейтін достар, арқасынан дейтін қойып қалу керек қой достар, ұйықтатып жіберу керек қой, сөйтіп талып қалу керек. Ата келе жатыр. Қазір мына жерге барып тығылып қалайын достар. Так, көрмесін. Ойбай. Көрмейді, көз көрмейді, узкий глазға көрдіңіз ғой баған достар. Так, ана жерде тұр, не істеген бар, темекі шегем екен, не істеген қазір. Барып дейтін артынан бар, түсті. Жақсы. Кемендеп барамыз достар. Бірдеңелер тасып отыр достар, көрдіңдер ма? Кез. Команда тығылып қалайсы достар, бері қарай келем екен, кішкене темекі шегуге ма, бірдеңе істеуге. Не істейміз, мына коробканы былай апарып, ё-моё. Мен қорқамыз, ё-моё. Тығыл. Ойбай, не істеп тұр мынау? Ана машина деген сату қошқар өреге де ақша керек болып жатыр. Қыз темекімді шегіп алайын, асықпай. Темек тұр. Жемен барамыз да. Талып қалды ма, не болды? Бері сені мына талмай жатыр ғой, басып тұру керек қой ана кнопканы, ё-моё. Тол. Қандай саған аны көрсем мен де өлтірем точно. Бауырым, сен көрген жақсың ба случай? Бауырым, мен қатай түсіне өше түсінбедім. Мен сен өше түсініп тұрған жоқ мен бауырым. Ё-моё бар ғой. Не бере бәлем, ата дейді. Не де бере ма? Ұрма мені, ойбай. Ойбу. Атаны атып. Значит, маған бұл жерін тезір қашып кетуге болады. Ата өліп қалды. Шым өліп қалды мынау? Тірсің бе, шал, шал. Ты, қай жақта ата мынау? Қойса ше болды, ата берім өліп қалған адам қайда ұйықташы сен дейтін, ақ ата бересің, өліп қалды мынау. Жатшы, епті керек. Кәкіз баған ата машинасы от алып тұрып бірдеңе алып тұрады, барып дейтін машинасын алып кетейін мен дейтін. Құлдықтан құтылатын болдық қана, наконец-то. Так, ё-моё, жесеш, маған срочно қасу керек. Ойбай, ё-моё, әтті жатып точно ұйықтап жатыр мынау. Мен бір ана киіп ағам. Болды енді, точно ұйықтады енді. Болды, қашып достар біз етін, ё-моё. Атаның құлдығынан құтылдық достар. Ё-моё. Все, наконец атаның құлдығынан құтылдық достар. Мынандай шалдарға жоламаңдар достар. Ойбай, сыйлық ақ кете жазады ғой. Так, қашағанда өзіміздің жаққа, ё-моё. Бағанағы машинаны қайда еді, ё-моё. Алып кету керек еді. Кейін